Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұмсақ болып шығатын осындай оңай пицца дайындайтын боламыз. Алдымен жылы сүтімізге 1 қасық ашытқымызды саламыз және жарты қасық тұзымызды саламыз. Оның үстіне ас қасықпен зәйтүн майын құямыз да 2 ас қасықпен қантымызды салып, осылай араластырамыз. Осының үстіне ұнымызды салып отырып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Достар, қазақша каналымыздың дамуына үлес қосып, менің каналымды қолдап, төмендегі подписаться батырмасын басып, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Осындай қамырымызды жұмсақ қылып елеп, үстеліміздің үстіне ұнымызды салып, 2 қолдың көмегімен қамыр елейтін боламыз. Осы қамырымызды жаңағы ыдысымызға кішкене майымызды құйып, астына майымызға аунатып, көтерілуін күтетін боламыз. Осы ашыған қамырымызды үстелдің үстіне ұнымызды сеуіп, пиццамыздың қамырын жаятын боламыз. Осылай 2 қолдың көмегімен басып, үстінен оқтаумен тегістеп жазып, осы жұқа қамырымызды противенге салатын боламыз. Оның үстіне менде осындай банкеге қыстыққа дайындаған томатым, осыны алып, осы қамырдың үстіне осылай жаятын боламыз. Енді осының үстіне шұжықтарымызды салып, оның үстіне сырымызды және ірімшіктерімізді салып, осының үстіне қызанағымызды салып, 180 градуста ысып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне менің пиццам дайын болды, өте жұмсақ болып шығады, өте дәмді. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Мені қолдап, төмендегі подписаться батырмасын басып, лайк басып, комментария жазып, мені қолдап кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Көргендеріңізге рахмет.